Біздің екінші лекциямыз білім беру жүйесіндегі, яғни инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігі. Жоспар: инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігінің мақсаттары. Инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігінің міндеттері. Және үшінші жоспарымыз: ақпараттық технологияларды қолдану арқылы ерекше білімге қажеттілігі бар балаларға білім берудің психологиялық танымдық процестерінің жағынан тиімділігі туралы сөйлесетін боламыз. Инклюзивті білім беру жүйесі барлық балаларда, оның ішінде ерекше қажеттілігі бар балаларға тең мүмкіндіктер ұсынуға бағытталған. Ақпараттық технологиялардың дамуы инклюзивті білім беруді жақсартудың маңызды құралдарының бірі болып табылады. Ақпараттық технологиялардың тиімділігі туралы айтатын болсақ, ол оқыту үрдісін дараландырады, қолжетімділік пен инклюзияны қамтамасыз етеді, қарым-қатынас пен ынтымақтастықты дамытады, бағалау, кері байланыс жасауға көмектеседі, мотивация мен қызығушылықты арттырады және мұғалімдерге арналған қолдау болып табылады. Инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігінің негізгі мақсаттары туралы айтатын боламын. Олар ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға қолайлы білім беру ортасын құру, оқу процесінің қолжетімділігін арттыру, инклюзивті білім беруде оқушылардың әлеуетін дамыту, мұғалімдердің кәсіби құзыреттіліктерін арттыру, білім беру үрдісіне инновациялық әдістерді енгізу арқылы оқыту нәтижелерін жақсарту болып табылады. Инклюзивті білім беруде ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігінің негізгі міндеттері. Ақпараттық технологияларды білім беру процесіне енгізу, яғни сабақтарға арналған арнайы бағдарламалық жасақтаманы дайындау. Мысалы, экран, оқитын бағдарламалар, аудиоқұлықтар. Қашықтан оқыту технологияларын дамыту, ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін онлайн платформаларды жетілдіру. Мұғалімдерді даярлау және қолдау, яғни ақпараттық технологияларды қолдану бойынша мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыру болып табылады. Ата-аналар мен оқушылардың ақпараттық технологияларды қолдауға үйрету, яғни ата-аналар мен оқушыларға арнайы құрылғылар мен платформаларды қолдану бойынша нұсқаулықтарды ұсыну. Ақпараттық технологияларды қолданудың танымдық процестерді дамытуға тиімділігі. Ол қабылдау, яғни мультимедиалық презентациялар, анимациялар және интерактивті материалдар арқылы ақпараттарды қабылдауды жеңілдетеді. Назар аудару. Ойын элементтері, геймификация, интерактивті тапсырмалар назарды ұзақ уақыт ұстап тұруға көмектеседі. Ойлау қабілеті. 3D модельдеу, визуалды тапсырмалар және логикалық ойынды балалардың шығармашылық және сыни ойлау қабілеттерін арттырады. Қиял, көрнекілік пен интерактивтілік, виртуалдық шындық және анимациялар ерекше қажеттіліктері бар балалардың қиялын дамытады. Ал есте сақтау, мнемоникалық ойындар және арнайы жаттығу бағдарламалар қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жадыны дамытуға ықпал етеді. Психологиялық қолдау көрсету, коммуникация дағдыларын дамыту, әлеуметтік бейімделу – бұл ақпараттық технологиялардың психологиялық процестерін жақсартуға тиімді әдістер болып табылады. Балалар жеке жетістіктерді бақылай алады. Ойындар мен викториналарға балалардың оқу процесін қызықты әрі қолжетімді етеді. Балалардың жетістікке жету сезімін арттырады. Бұл коммуникациялық технологиялардың оқу мотивациясын арттыруға негізгі тиімділіктер болып табылады. Ақпараттық технологияларды ерекше білім беру қажеттіліктеріне бейімдеу. Бұл жерде мысал ретінде көру бұзылысы бар балалар үшін тактильді оқыту құралдарын пайдалануға болады, экран оқитын бағдарламалар, аудио форматтағы кітаптар. Есту бұзылысы бар балалар үшін субтитрлер мен визуалды нұсқаулар, бейімделген оқыту қосымшалары, қимыл әрекетке негізделген бағдарламалар негіз бола алады. Тірек қимыл аппараты бұзылысы бар балалар үшін сенсорлы экрандар, дауыспен басқарылатын қосымшалар, интерактивті оқытудың қамтамасыз ететін құралдар мысал бола алады. Назарларыңызға рахмет.